Сейит Салих Халилов «Мустақиллик аз бучуктан башлана». Бір шерде Мамут деген бір оғланчық яшаған. О, бірінші сыныфта оқу екен. Мектептен қайтқан соң, одыгер балалар кебі yolda чапқалап ойнамаға севе екен. Мамут ең зияде құмнен ойнамаға ве қақ суында секіріп жүрмеге севе екен. Evге кіргенде есе оз бұлашық, кірлі аяқапларыны көшеге темізлемейіп ташла екен. Күн анасы тірінден кокус кечіріп, Мамутның аяқапларыны темізле екен. Бір күн анасы: «Балачығым, мен сенің аяқапларыны башқа ювмачам. Сенің охранларың өз аяқапларыны өзлері ювалар» деген. Мамут анасына бақып, шөйле жауап берген: «Балабан иш екен, мен бойледі жүрерім. Асылында оларны ювмаға неге керек? Олар епсі бір соқақта жүргенде бұлаша жақлар». Бойлеже Мамут керлі аяқапларыны киіп жүрмеге девам еткен. Бір hafta кечкен. Аяқаплар чепел олған. Түбіне чамур япышып, içine топрақ мен құм толған. Яғмұрда жүрген соң, аяқапларының сайыбы оны құрытмаға біле қоймай, көшеге ташлай бере екен. Бір күн ойын біткен соң, Мамут ратланып, фындық ашағанда, янына келген қардашы ағасына бақып: «Менді фындық істейім» деген. «Фындық ашамаға істесен, азбарға чықып, өзің қыдырда тап» жауап берген Мамут. «Мен өзім тышқа шықмаға қорқам» деген қардашы: «Аға, берсем анада бір данечек» деп істеген. «Енді бітті, бір дане де қалмады» деген ағасы бір фындықны авучына сақлап. Кедерлі қардашы айланып кеткен. Фындықны елінде сықып тұтқан Мамут та түшініп қалған. «Не үшін кәдемнен бөлушмедім? Енді берсем айып олacak. Бұл фындықны не япайым? Сақлайым екенмі?» деп фындықны керлі аяқабы içine тыққан. Ертесі күні Мамут азбарға шықпаға hazırlanып, аяқабыны киежекте көзлеріне инанмаған. Аяқап içinde фындық фиданчығы өсіп шыққан. Янында түрлі бөжеклер, қырмызқалар қыбырдаша екенлер. Мамут ачуланып: «Қана, кетіңіз мұндан» деген. «Кетмейчекміз» жауап берген бөжеклер ве сывалчанлар. «Азбарда көняш парылдай, топрақ құрылған, сенің аяқабын есе әр вақыт сылақ, топрақ та жоқ. Біз мұнда яңы юва япамыз» деген қырмызқалар. Мамут қазма ве фиске алып, азбарға чапып шыққан. Бір көшеде топрақны қазып суарған. Evге келіп, өз аяқабыны азбарға алып шыққан. «Бөжеклер, мен сіз үшін топрақ hazırладым, фискенен сувардым. Қайтыңыз евіңізге, мен аяқабымны темізлейдем» деп ялварған Мамут. Бөжеклер севініп, топраққа авушқанлар. Тек фындық фиданчығы қалған. Мамут оны мұқайтлықнен шығарып, ев янына отыртқан. О вақыттан соң Мамут өз аяқабыны темізлемеге башлаған. «Я сенің аяқапларыңны кім темізлей?»